Стройканы білгіш родной. Болмайды да үйлерің. Құлай ертең 1-2 жылда. Кім қалаған мынаны? Біреуін кіргізіп, біреуін шығарып. Братандар қалаған ғой, братандар. Шақырмайсыңдар ма? Бір ауыз айтсаңдар көріп береміз ғой. Не ойлайсың? Европейский стиль ғой, братан. Біздің ауылға не европейский стиль? Оу. Құргет тұр, мынаны ағашты алып келсін. Әпеш ананы. Қайсында, братан? Жатыр ғой жылтырап. Өзіңді ашып барса, үшпіріш. Үшпіріш жылтырап жатқан ба? Тас жатыр ғой. Шегеме ұрып жүргесіңдер ма? Енді басқа немен ұрасың, братан? Қалың шегеме ұру керек та. Қанша болып салады? 100 теңгені алдық қой үстігін. Жынысыңдар ма? Таныс бар еді, қақтан кеден оперетін. Бұрыштарын қисық қылмай Маратқа шығартпайсыңдар ма? Марат шығарды осы, братан. Қош? Иә? Ішіп кеп шығарды ма? Жоқ, сап-сау. Маратқа не болған же? Пластик терезе қойын деп жатыр. Болмайды. Ертең жаңбыр жауады, ескіріп шығып кетеді білесің. Қойш? Ағаш терезе қойсақшы. Болмайды, ағашында құрып кетеді ертең ішіп. Не істейміз сонда? Тұра берсін өйстіп ашық болып. Бір жаппа ма жоғары жақ? Иә, бір жаппа ғой. Керістегесіңдер ұшып кетеді ғой ертең. Қойш? Сәл жел болса ол ұшып кетеді. Сұрамайсыңдар ма? Енді не істейміз? Егер де тек қазақша сөйлесек. От души, брат. Саған деген көңілім пәк бауырым. Мен оған Абидасты қалған, брат. Ол менің көңіліме қаяу түсірді, бауыр. Анағы ше проститутка болып кетіпті ше, масқара. Анағыз түнгі көбелек болып кетіпті, масқара. Кеше туған күнде кәдімгідей кайфовать еткенсің ғой. Кеше туған күнде кәдімгідей ләззаттанғансың ғой. Деп күлдім ғой жаңа. Брат, телефоныңды бере тұршы, связьға шығып жіберейін. Бауырым, сым тетігіңді бере тұршы, байланысқа шығып жіберейін. Сөйтіп, короче, балконнан киллер тұрады осылай ше. Сөйтіп, қылтимадан жендет тұрады осылай. Қойсай, брат. На принцип қоймайым мен. Жетер енді қойсаңшы, бауырым. Қадалған жерінен қаналмағанша қоймайым мен. Қазақ қазақпен қазақша боқтасын. Айылғағаны кезін ғой досым. Айтпақшы саған қанша қарсың? 10 мың теңге қарсың ба андай? 10 мың ба? 10 мың. Жарайсың, рахмет. Алдында кафеге қосып едім ғой сен үшін. Қанша? 5 мың. Айтпақшы, сен орныңа сменаға шығып беріп едім ғой, білесің ба? Шаштараны төлеп едім ғой, есіңде ма? Ит жамаламай қиналғанда көмектесің. Саған машина алып беріп едім ғой, есіңде ма? Жетіп қала ма, қанша жерде? Олай ана тойға барған кезде қарыз қалғаның бар. Ана үстімде футболка мен алып беріп едім ғой. Одан кейін қызыңның туған күніне барған кезде беріп едім ғой. Одан ана қызыңмен ұрысып қалған кезде бергем. Әйтеуір болды ғой, қарыз жоқ қой. Болды, қарыздан құтылдым радой, жақсы. Айтпақшы, 5 мың теңге қарыз қыла тұрайын да сенің радой, иә? Таңертең кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап өсі сен. Қаладан келген родной. Родной осы сендердің тауықтарың бар ғой, бунилікке тұрып, одан барып сендерді оятам, а? Иә. Досым, мынау суық аяғында. Сим десең ашылады. Сим. Досым, мынау қосылмады ғой. Құршы. Досым, мынау тұшса көтін кім сүртіп береді? Есің дұрыс па? Мал ғой, өзі сүртеді. Досым, туалеттерінде освежитель жоқ па? Жоқ, бұл табиғи ғой, кәдімгі шығып кетті. Досымнан сонда жағып жылтасыңдар ма? Жоқ, жағып қойып иісін иіскеп отырамыз. Осыны кешке сойын деп жатыр. Аузайын деп жатырсың мойнынан? Иә. Родной контрдағына ішіне тықсаңдар, либо артынан кеп тықсаң бар ғой, сразу өледі ғой. Детство ты куда ушло? Қандай жүріп жүрген қызың бар ма? Қойшыма ғой, не айтырсың? Үйбай, енді мамасынан жасырам екен осындай нәрсені. Айтсашы, бар шығар мүмкін қызың. Қойшыма ғой, өзім айтайын. Қандай қойшы енді айта салшы, бар ғой иә қызың сенің. Иә, бар. Ай, молодец. Қай жақтың қызы? Қызылорданың қызы ма? Мә, тіпті күшті болды ғой мынау. Мама, пожалуйста, ешкімге айтпашы, енді кездесіп жүріп, пожалуйста, ешкімге айтпашы. Кімге айтам балам? Осы жерде қалды, болды, айтылды, қалды. Алаңдама. Все. Әй, группа, қалдарың қалай? Ана біздің үйдің тентегінің қызы бар екен. Осы ноябрьде той деп отырмыз. Келесіңдер ғой бұйырса. Қызылордамен құда болғалы жатсыңдар. Сенің малға қызығатын досың. Шығып тұршы, ана екеуін әкеп, байлап, ендігі жыл сойып сататын болсаң бар ғой, 2 есе ақшасын жарасын, сынды бар. Сенің ана көмірің, газың ше, мынаның қасында еш нәрсе емес қой. Қойш? Табиғи ғой, таза табиғи. Родной, мына жерге жақсылап малға ше, кафель төсетсең. Қумаш ше?
шынымен қанша ойласа жақсы ғой, маған жағдайы жақсы болған, өзіме де жақсы. Жындысың ба, родной? Ой, жақсы ғой. Малдарыма шөп түсіру керек, әйтпесе екі сиырым. Мапоқ шөп қашан ақ білесің бе, күн түнде шықпасын. Че-то бүгін бұзауым ауырып тұр ше. Қасына жатам ойдым бүгін ше. Жаным-ша. Ека, еш. Че там настроение жоқ қой досым? Кеше екі тоқтымның біреуін сойып жеді ше. Бауыр басқаған емес. Че там досым настроение жоқ қой? Екінші тоқты да кетті ғой. Көп көрді ғой. Көңіл бөлмейтіндерді белгілер. Жан, кешке не тамақ істейін? Рашки тамақ сызайын ба? Мына көйлек маған жарасып тұр ма? Каспиіңіздегі бүкіл ақшаны жұмсап тастаймын. Жан, түннің бір уақытында мен қыдыруға кетіп баратырмын. Жан, мен темекі шегіп жүрмін. Жан, мынау менің жігітім. Жан, мені шаршатып жібердіңіз, мен кетіп баратырмын. Жан, кешірші, қателесіп кетіппін, мен сізсіз өмір сүре алмайды екенмін, жан, кешірші. Жан, кешіресіз ғой, кешіріңізші, жан.